Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Жүрек тәріздес, іші жұмсақ, беті қытырлақ, бетінде қант себілген, өте дәмді қантты тоқаштар қарапайым өнімдерден жасалынады. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Керек өнімдер видеоның астында толық жазылған. Бізге керек өнімдер қамырға ұн, сүт, өсімдік майы, ашытқы, жұмыртқа, қант және тұз. Ал оның салмасына сары май мен қант керек. Ең алдымен ашытқыны дайындаймыз. Бізде сүтіміз жылы болу керек. Енді осыған бір ас қасық қантты саламыз. Ол біздің ашытқының жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Және ашытқыны саламыз. Араластырып, бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Біздің ашытқымыз жұмыс істеп көтерілу керек. 5 минут өтті, міне біздің ашытқы көтерілді. Енді болған қалған ингредиенттарды саламыз. Қантты саламыз, өсімдік майын, тұз және бір жұмыртқаны жарып араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді осыған ситадан өткен ұнды бөліп саламыз. Тағы да саламыз қалғаны. Қоюлана бастағанда қалғаны қолмен қамыр илейміз. Қамырды бірліктіріп илеп алдымыз. Енді бұны столға кішкене басамыз. Қамырымыз жұмсақ болады, одан кейін қолға, үстелге аса жабыспайтын болып шығады. Осыны енді жылы жерге қойып ашытамыз. Кемінде жарты сағат тұру керек. Жақсы болып көтерілгеннен кейін ары қарай жұмыс істейміз. Қамыр 1 сағат тұрып ашыды. Міне өте жақсы биік көтерілген. Қамыр тастағанда ол қолға былай жабыспайтын болып шығады. Үстелді кішкене өсімдік маймен майлап аламыз қамырымыз жұмыс істеу үшін. Осылайынан дөңгелетеміз, одан кейін оны бірдей бөліктерге бөлеміз. Ең алдымен ортасынан, одан кейін келесісін тағы да ортасынан әрбір бөліп шығамыз. Жабыстырамыз да қолмен дөңгелетеміз. Біздің қамырдың көлемі мандарин секілді болу керек. Қамырдың барлығын жасап шықтым. Енді осыны 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Қамыр көтерілу керек. Уақыт өтті, біздің тоқаштардың қамыры көтерілді, жақсы көтерілді. Енді бұдан біз тоқаштардың қамырын жасаймыз. Начинкаға арналған ингредиенттер ол қант және ерітілген сары май. Дөңгелек қамырды алып, қалыңдығы 3 мм болатындай тік төртбұрыш қылып жаямыз. Жайып алдық. Енді бұның ішіне сары майды жақсылап жағамыз. Шет-шетіне кішкене жолақ жеткізбеңіз, өйткені біз оны қазір бір-біріне орап жабыстырамыз. Және үстінен 1 шай қасық қантты сеуіп шығамыз. Енді осыны трубочка ретінде осылайынан жинаймыз. Бүктелген шетін шымшып шығамыз. Енді бұның 2 ұшын бір-біріне жабыстырамыз. Бізде осындай қамыр шықты. Пышағыңыз өте өткір болу керек, өйткені кескен кезде ортасы жабысып қалады. Сол үшін өткір пышақпен ақырын былай тіліп шығамыз. Ортасын кесті. Кесер кезде біз жабыстырған жаққа 1 немесе 2 сантиметр жетпейтіндей кесесіз. Енді бұны бұлайынан ашамыз. Бізде осындай жүрек тәріздес болып шықты. Және мына жағын тағы да кішкене кесіп жіберіңіз. Ашылу үшін ары қарай. Ұшын қыстырыңыз бір-біріне жүрек тәріздес болуын. Және осы булочкаларды, тоқаштарды алып, пергамент төселген формаға саламыз. Осының бетінде тағы да 20 минуттай көтерілу керек. Және тоқаштарды қойған кезде арасын кішкене алыстау қойып қойыңыз, өйткені ол кішкене тұрып көтеріледі.
қалған қамырлардың бәрімен тура солай жұмыс істейміз. Міне тоқаштарды жасап қойдым. Бұны енді 20 минутқа демалдырып қоямыз. Бетін жауып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін біздің тоқаштар ұлғаяды. Енді бұның бетіне осы қалған май мен қалған қантты жағып, жақсылап сеуіп шығамыз. Сонда біздің тоқаштардың дәмі өте дәмді болады, қытырлақ болып шығады, тәтті болып шығады. Және қалған қанттан сеуіп шығамыз. Пешке 180 градуста 15-20 минутта пісіреміз. Міне тоқаштар пештен пісіп шықты. Ол суды сіздерге қазір үшін бөліп көрсетемін. Өзіме қандай қытырлап тұр. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Каналда бүкіл отбасына арналған рецепттер бар. Тіркеліп, қоңыраушаны басып, мені қолдап кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.